Есектің арам болуы. Топан су басталғанда Нұх кемеге барлық жан-жануарларды асығыс кіргізіп жатады. Есек кіріп келе жатқанда Ібліс оны арбап: «Есек, саған ерекше қасиет біткен. Ешқашан досқа қиянат жасамайсың. Мені топан суға қалдырмай өзіңмен бірге кемеге алып кір», деп жалынады. Есек келісіп, екеуі ішке ұмтылады. Сонда Ібліс: «Нұх мені кіргізбейді, құйрығыңа тығылып кірейін», дейді. Есек мақұл дейді. Ібліс есектің құйрығынан ұстап алып кері қарай сүйрейді. Есек шыдай алмай ақырып жібереді. Шошып кетіп зәр жібереді. Тар жерде топырлап тұрған хайуандар азан-қазан болады. Нұх есекке жекіп: «Кір ішке», дейді. Есек төрт аяқтап тұрып алады. Нұх екінші рет: «Ей малғын, өткелді бөгемей кір ішке», дегенде есектен бұрын Ібліс кіреді. Нұх оған: «Шық», дейді. Ібліс: «Кір малғын деген өзің, малғын менмін, әміріңмен кірдім», деп кемеге жайғасады. Нұх сөзден жеңілген соң есекке қарап: «Көрген күнің қараң болар, жүрісің шабан болар, жегенің сабан болар, етің арам болар», депті. Есек содан бастап еңбегі адал болғанымен еті арамға айналады. Есектің әліге дейін өткелде суға зәр жіберетін жаман әдеті осы оқиғадан қалыпты. Қазірде есек Іблісті көрсе, өткелдегі оқиға есіне түсіп, ақырып, жаны қалмай қорқады екен.